Ассалаумағалейкум, алаш жұрты, армысыңдар. Мен Қасымжан Елнұр, Жанаргүл Жұматай қызына бостандық талап етемін, және де Қара Қытайдың визасыз елге қаптауына түбегейлі қарсымын. Осы сөзімді алаш жұртына, алаш ұлдарына арнаймын. Сіздер де, сендер де өз ойларыңды, пікірлеріңді білдіріңдер. Қара Қытай қаптаса, көк аспаның түн болар, ұланбайтық жерің жұт болар. Сондықтан да қазақ, оян, тіріл, бірік. Ата жұрт партиясына қосыл. Айналайын жас қазақ, өзімен жастық құрдастар. Қане еш жайық, бозбалалық шақтан шығып, нағыз ер жігітті өмір сүретін кез дәл бүгін. 17-ге толған бозбала, 25-ге келген жас жігіт, 30-нан асқан жігіт ағалары. Қашан құйып жүре береміз? Болды ғой, қараңғыда жылап сықтап, көз жасымыз төге беретін заман болды, біткен шығар ендігі. Қашанғы біз қырыла береміз, жоқшылық көре береміз. Айтыңдаршы. Каспий ретке тамақ ішіп, Каспий ретке азық түлік жасап, сауда жасасып, сол күн қашан бітеді? Артында келесқан балашаға үрім бұтағың бар ғой. Соларды ойлайық та. Қазақ деген сөз қашанда азат деген ұғымды білдірген. Осы қазақ деген атымызға сай болмайық па? Жас жігіттер, бозбалалар, 60-қа келген әкең Яндекс айдап, 70-ке келген атаң біреудің есік аузында отыр, күзет болып. Намыс емес па? Шетелдің қартайған кісілері жылына 2 мәрте, кемінде 1 мәрте ел көріп, жер көріп, саяхаттап, шарлап келеді. Біз не әлі? Өз қолымыз өз аузымызға жете алмай отыр. Өмірде тек жатқан ештеңе жоқ. Судың да сұрауы бар. Малдың киесі, жердің есі бар екен, олар да сезінсін. Кімді айтып отырғанын білесіңдер. Айналайын қазақтар. Елінің бақыты үшін басын беретін батырлардың бүгінгі ұрпағы біз емес пе едік? Кешегі алаш зиялыларының 25 мыңын қырып, мына еліміздің қаймағын сылып алдым дегендер, сүттің құрамында әлі май барын, майдан қаймақ қайтан түзілетінін білмеген екен. Мен осы сөзімді бекер айтып отырған жоқпын. Кішкене ойланшы. Ата-бабаңның аруағы, денесі, мәйіті топырақ астында шірігенмен, солардың қанына дәл бүгін мына сенің бойыңда екенін ұмытпа. Осыны ұмытпа, қазақ. Серікжан ағам шыр-шыр етіп, жалғыз өз жүргенде, біз қашанғы бұға беріп осында отырамыз? Айналайын қазақ. Атқа қонар күн туды. Үнемі қырылумен келеміз. Кеше 86, бүгін қаңтар қырғыны болды. Айналайын қазақтар. Болған шығар, жететін шығар. Қашанғы қырыла береміз? Қырылатын заман кетті, кек алатын заман келді бәлкім. Жас жігіттер, бірігіңдер. Қалай бірігесіңдер? Бәлкім ата жұрт партиясына келіп мүше боласыңдар. Кеше Алашорда партиясының бас көсемі Әлихан атамыз болған кезде, оның да құрамына келіп, Ахмет ата, Міржақып ата, Мұхамеджан аталардың бәрі келіп бірікті. Дәл солай бірігіп, бір зиялы қауым шықты. Міне сендер де өйстіп бірігумен тағы да зиялы қауым құруға болады. Өйткені
Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады деп бекер айтпаған. Сол тектілердің ұрпағы бүгін мына сен, дәл сен. Ей, Алаштың ұлдары, бірігіңдер, бас көтеріңдер. Осы айтарым. Бәлкім бір бата берермін. Алла Құдай оңдасын. Әуелі Алла Құдай оңдасын, оң жолына бастасын. Атасымен қоса өзде сатқын лағнеттің ешқашан жолы болмасын. Атасы басқа неменің табанға түсіп тапталсын. Жауыңа Абылайдай қатал бол, Қабанбай бабамдай батыр бол. Уа қазағым, қайда жүрсең де аман бол. Амин. Алла.